құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы спорт саңлақтары деп аталады. Бос уақыт және хобби бөлімі. Оқу мақсаты: мәтіннің стильдік ерекшелігін тану, лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы тану. Сабақтың мақсаты: мәтіннің стильдік ерекшелігін тану, лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы таниды. Оқылым және тыңдалым материалдарының айырмашылықтарын ажыратасыздар. Бағалау критерийі: оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы мәтін жазады, мәтіннің стильдік ерекшелігін таниды. Қане сұрақты оқушылар. Сұрақтарды мұқият тыңдап, сол аясында пікірталас ұйымдастырайық. Елімізде қандай спорт түрлері дамыған деп ойлайсыздар? Өзіңіз қай спорт түрімен айналысасыз? Тәуелсіз Қазақстанның олимпиада чемпиондарынан кімдерді білесіздер? Сол туралы ой өрбітейік. Келесі, ел спортшыларының суретіне назар аударыңыздар. Танитындарыңыз болса атап, айналысатын спорт түрлерін жетістіктеріне тоқталып өтіңіздер. Бізде 4 спортшының әлемге танылған, өте атақты 4 спортшының суреттері берілген. Біздегі бірінші суреттегі Бекзат Саттарханов, ол боксшы. Ермахан Ыбырайымов, боксшы. Александр Паригин, бессайыс. Юрий Мельниченко, грек-рим күресінің чемпиондары. Бірінші тапсырма. 6 сұрақ әдісі. Мәтінді тыңдайды, берілген сұрақтарды таңдап алады, мәтіннен жауап іздейді және түсіндіреді. Ендеше мәтінді мұқият тыңдайық, сосын мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. 7-ші қысқы Азия ойындары немесе Азиада 2011 30 қаңтар мен 7 ақпан арасында Қазақстанның 2 қаласында, Алматы мен Астанада өтті. Жалпы алғанда 7-ші қысқы Азиада ойындарына Қазақстанда 17-ден астам ел қатысты. Жарыстар спорттың 11 түрінен өткізілді және 59-дан астам медаль жиынтығы ойнатылды. Тек оңтүстік мегаполистің өзіне 60 мыңнан астам турист келгенін атап өту керек. Елордада мәнерлеп сырған ауданында хоккейден, конькиде, жылдам жүгіру және шорт-тректен жарыстар өтті. Қалған ойындардың барлығы Алматы қаласында өткізілді. Ойындар елдің атын шығарып қана қоймай, қысқы спорт түрлерінің дамуын жаңа дәрежеге көтермек. Әлемге әйгілі медеу мұз айдынында бір сырғанап өту бүкіл әлемнің коньки тебушілері үшін арманға айналған заманда болған. Азияның көптеген елі Азия ойындарын олимпиада ойындарымен қатар қояды. Сондықтан осы көлемді іс-шараны дайындау және өткізу Қазақстанның түрлі саладағы көшбасшылық орнын тағы бір көрсетіп, ел жетістігінің түрлі қырын көрнекі түрде растау болды. Азия ойындарына шамамен құрлықтың 45 елі қатысады деп жоспарланған. 7-ші қысқы Азия ойындарының бойтұмар ретінде мемлекетіміз қар барысын таңдады. Сақтардың мифологиясында барыс әділдіктің қорғаны ретінде бейнеленеді. Ол төреші ретінде алдында өтіп жатқандарға биіктен көз салады. Сондай-ақ барыс
ғарыштық әлем тәртібін қорғау белгісі. Әлем құрылуының тұрақтылығының кепілі болып табылады. Өмір ағашының қорғанышы ретінде көрінеді. Осының барлығы өз кезегінде Олимпиада қозғалысының негізгі идеяларымен қиюласады. Мәтінді тыңдап болсақ, 6 сұрақты таңдайсыздар, қалағанына жауап бересіздер. Не туралы айтылды? Нешінші? Қайда? Не себепті? Қалай? Қашан? Деген сұрақтардың бірін таңдап, сол бойынша жауап береміз. Дескриптор. Мәтінді мұқият тыңдайды, мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді. Жауабын талқылайды. Мәселе. Не туралы айтылды? Мәтін. 7-ші қысқы Азия ойындарына Қазақстанда 17-ден астам ел қатысты. Жарыстар спорттың 11 түрінен өткізілді, және 59-дан астам медаль жиынтығы ойнатылды. Мәтін мұқият зер салып тыңдасаңыздар, осы турасында айтылған. Ал нешінші? 7-ші қысқы Азия ойындары. Нешінші қысқы Азия ойындары? 7-ші. Қайда? Қазақстанның 2 қаласында өтті. Жарыс қайда өтті? Алматы мен Астанада өтті. 4-ші сұрақ. Не себепті? 7-ші қысқы Азия ойындарының бойтұмар ретінде мемлекетіміз қар барысын таңдады. Қалай? Ойындар елдің атын шығарып қана қоймай, қысқы спорт түрлерінің дамуын жаңа дәрежеге көтермек. Қашан? Азияда 2011 жылы 30 қаңтар мен 7 қаңтар арасында өтті. Азияда қашан өтті? 2011 жылы 30 қаңтар мен 7 ақпан арасында өтті. Ал енді оқушылар, бізде 2-ші тапсырма. Негізгі ақпаратты сақтай отырып, жинақы мәтін жазыңыз. Мәтіннің стильдік ерекшелігін ажыратыңыз. Нұсқаулық. Жинақы мәтін құрастыру жолдарын бейнетаспадан қарап алсаңыздар болады, немесе алдыңғы сабақтарда түсіндіргенім бар. Міне, тағы да бір рет қайталап өтейік. Жинақы мәтін бастапқы мәтіндегі негізгі идеялар мен ақпараттарды сақтай отырып, мәтін көлемін ықшамдау және өңдеу. Жинақы мәтін құрастыру жолдары. Мәтінді мұқият оқу және негізгі қосымша ақпараттарды анықтау. Қосымша ақпараттарды сызып тастау. Яғни, қосымша ақпарат керек емес. Негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді белгілеу. Автор ойын баяндау желісін сақтай отырып, мәтіндегі негізгі ойды ықшамдау. Тағы да бір рет еске түсіріп алайық. Негізгі ақпарат дегеніміз түсініксіз ұғымдарды автордың талқылауы, сипаттаулар, баяндаулар, тезистер мен логикалық тұжырымдар, көбінесе ажыратқыш жолдың басты идеясы бірінші және екінші сөйлемдер. Ал қосымша ақпарат, қосымша суреттейді, анықтайды, жинақтайды. Ерекшелігі ақпарат кеңейтеді, мәнін ашып түсіндіреді. Мәтінде автор өзі нақтылайтын ақпараттарды мынандай сөйлемдер арқылы береді. Идеяны растайтын нақты мысалдар келтіреді, дәйек сөздерден келтіреді. Енді